Армысыздар құрметті көрермендер, бұл онлайн дәрігер айдары. Бүгінгі санымызда аса маңызды тақырыпқа тоқталатын боламыз. Балалар арасындағы тұмаудың алдын алу. Күз келіп, күн салқындай бастағанда балалар жиі ауыратыны белгілі. Әсіресе тұмау ең көп таралатын жұқпалы аурулардың бірі. Алайда тұмаудан қорғанудың қарапайым, бірақ тиімді жолдары бар. Ең бірінші дұрыс тамақтану. Бала күнделікті дәрумендерге бай, құнарлы тағаммен қоректенуі тиіс. Жеміс-жидек, көкөніс пен сүт өнімдері баланың иммунитетін нығайтып, түрлі ауруларға қарсы тұруына көмектеседі. Екінші, жеке гигиена. Қолды жиі жуу, бетперде тағу, түшкіргенде немесе жөтелгенде ауыз мұрнын жабу. Бұл қарапайым, бірақ өте маңызды дағдылар. Мамандардың айтуынша, дәл осы қарапайым ережелер көптеген жұқпалы аурулардың алдын алуда шешуші рөл атқарады. Баланы осы дағдыларға күнделікті үйрету ата-ананың басты міндеті. Тұмаудың алдын алу үшін бірінші болып бала өз бас гигиенасына қолды жиі жуу, таза ауада серуендеу, үй жағдайында бөлмелерді жиі желдету, солар тұмаудың алдын алу болып саналса, ал медициналық тұрғыда тұмаудың алдын алу үшін бірінші мезетте профилактикалық түрде жыл сайын өткізілетін иммунопрофилактика деп айтылады, вакцинация. Сол вакцинациялаудан өтуіміз қажет болады. Ол вакцинация не? Тұмауға қарсы жыл сайын салынатын екпе болып саналады. Біз ол вакцинацияны, Құдай қаласа, 15 қыркүйектен бастаймыз. Барлық балаларды тұмаудың алдын алу үшін сол екпелерді алуға шақыртамыз. Екінші мезетте иммунитетті күшейту. Иммунитетті күшейту дегенде не жатады? Әрине, көп ата-аналарымыз иммунитетті күшейту үшін қандай да бір дәрілерді, витаминдерді қолдану керек деп ойлап қалады. Ондай емес. Иммунитетті күшейту үшін бірінші мезетте бала дұрыс тамақтану керек. Дұрыс тамақтану керек, жеткілікті ұйқы, таза ауада серуендеу, физикалық белсенділік жеткілікті болып саналады. Әрбір бала үйде бірінші мезетте ата-аналардың қадағалауында дұрыс тамақтану керек. Екінші мезетте бағана айтып өткендей, жеке гигиена басына қолданатын болсақ, қолды жиі жуу. Қолды жиі жуу дегеніміз барлық балалар дала жағдайында или бағанағы балабақшада коллективный иммунитет деп саналады. Сол уақытта балалар коллективный иммунитетте вирусный инфекцияларға төтеп беру үшін жеке бас гигиена сақтау керек болады. Балаларды қалай тұмаудан қорғаймыз? Егер ол мәселеге келетін болсақ, әрбір бала дала жағдайын алатын болсақ, например, баланы бірінші болып ауа райға сай киіндіру. Кейбір ата-аналарымыз бар, дала салқын болмаса да қалың киіндіріп қояды, ауырып қалмасын деп. Или керісінше, жеңіл киіндіріп қояды, бала дала ауа райы салқын болып саналады. Ауа райға сай киіндірген бала қалай? Бағана қалың киіндіріп қойған мезет болатын болса, баламыз терлеп, ауырып қалу қаупі көбірек болады. Чем? Басқа жерден жұққан ауруға сияқты. Иммунитетті қолдаймыз. Жасына сай дәрумендер. Қазір уже қыркүйек айы басталды. Балаларды оқу, сабақ, жаз мезгілін алатын болсақ, әрбір бала өз рационынан тыс уақытта, например, ешқандай нагрузка жоқ ол балдарда. Демалыс, ол демалыста барлық баланың рационы бұзылды. Кеш ұйықтайды, ерте тұрмайды. Ал қазір бірінші қыркүйектен бастап барлық бала ерте ояну керек. Балаларда сабақ, оларға ол нагрузка деген сияқты. Сол режимға түсіп алу. Режимға түсіп алу уақытында бала ұйқысы тыныш болу керек. Ұйқы тыныш болу керек. Енді физикалық тұрғыдан физический нагрузка деп айтылсақ, например, ол бала спортпен көп шұғылдану керек. Физикалық шынығады бала. Күнделікті серуен, спорттық жаттығулар баланың денесін шынықтырып, тұмауға қарсы тұру қабілеттерін арттырады. Учаскелік дәрігерлерден кеңес алып, балаңызға екпе салдыруды ұмытпаңыз. Егер балада әлсіздік, дене қызуы, жөтел немесе тамақ ауруы байқалса, өзін-өзі емдеуге болмай, дереу дәрігерге жүгінгеніңіз абзал. Бірінші мезетте балаларда тұмаудың белгісі болған уақытта, тұмаудың белгілеріне не жатады? Мұрыннан су ағу, түшкіру, әлсіздік, температурамыздың көтерілуі. Ондай уақытта
бірінші мезетте ата-аналар неге бағыну керек? Бірінші болып балаға жиі су беру, мұрнын тұзды сулармен шаю, витамин D дәрумені, С дәрумендерінен беру. Егер де 3 күн көлемінде сол мамасының жалыптары көбейетін болса, әрине дәрігерге жүгінген дұрыс болады. Егер де әрбір ата-ана жоғарыда айтылған қарапайым ережелерімізді сақтап отыратын болса, әрине біз әр бала тұмауды жеңіл түрде өткізу, тұмаудың алдын алу болып саналады. Мамандардың сөзінше, тұмаудың алдын алудың бірден-бір тиімді жолы екпе алу. Жыл сайын салынатын тұмауға қарсы вакцина ағзаны вирустың бірнеше түрінен қорғайды. Екпе салдырған балада тұмаумен ауырған күннің өзінде ауру жеңіл түрде өтеді және асқыну қаупі айтарлықтай азаяды. Медицина мамандары әсіресе балалардың, жүкті әйелдердің, егде жастағылар мен созылмалы ауруы бар адамдардың екпені уақытылы алуын ұсынады. Себебі бұл топтар тұмауды ауыр өткеруі мүмкін. Тұмауға қарсы вакцина ағзаны вирус ерте танып, оған қарсы күресуге үйретеді. Сондықтан екпе тұмауға қарсы ең сенімді әрі ғылыми дәлелденген қорғаныс құралы болып саналады. Екпе тегін түрде учаскелік емханаларда жүргізіледі. Сіз тек дәрігерге жазылып, баланың денсаулығына көз жеткізіп, келісім берсеңіз жеткілікті. Тұмаудың алдын алу үшін вакцинациялап, жоғарыда айтып өткендей, бізде вакцинациялау гриппқа қарсы 6 айдан асқан балаларға салынады. Көбінесе 6 айға дейінгі балалар барлықтары емізулі балалар болып саналғаннан кейін, ол мамасынан иммунитет өтеді. Ал 6 айдан асқан балалар қосымша тамақ жейді. Солардың иммунитеті әлсіреткеннен кейін 6 айдан баса біз гриппқа қарсы екпе жүргіземіз. Бұл екпеге бізде жылына 1 рет қана салынады. Осы 15 қыркүйектен бастап 15 қазанға дейін жүргізіледі. Бірінші мезетте бағанағы есепте тұрған пациенттеріміз, содан кейін балалар 6 айдан бастап, ал тағы аяқ ауыр пациенттеріміз, содан кейін әрине өз қалауымен алам деген пациенттерімізді келіп алуына болады. Ол барлық екпелер тегін. Барлық науқастарымызды осы гриппқа екпе алуға 15 қыркүйектен бастап шақырамыз. Барлық отбасылық дәрігерлік амбулаторияларында өз дәрігерлеріңізге баруларыңызға болады. Дені сау бала болашағымыздың кепілі. Тұмаудың алдын алу әр отбасының ортақ міндеті. Балаларымыз ауырмасын десек, қарапайым ережелерді бүгіннен бастап ұстанайық. Аман болыңыз, саулығыңыз өз қолыңызда.